Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Мұғалім Дүйсенкалиева Қалдыбике Тұралиевна. Бізді қоршаған әлем бөлімі бойынша сабақтың тақырыбы өтілгенді қайталау. Сабақтың мақсаты күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну, қолдану. Цель урока – понимать и использовать значение знакомых слов, используемых в повседневной жизни. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Бұл не? Айт. Сана. Посмотри на картинки. Говори. Кто это? Считай. Екінші тапсырма. Суретке қара. Бұл не? Айт. Сана. Посмотри на картинки. Говори. Кто это? Считай. Үшінші тапсырма. Әріптерден сөз құрап жаз. Составь и напиши из букв слова. Артығын тап ойыны. Игра «Найди лишнее». Кто из них лишнее? Артығын тап. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.